Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілінің 14-ші сабағын өтетін боламыз. Кеттік, балалар. 52-ші жаттығу мәтінді оқы. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып, мысықты босаттырды. Сосын бәріне іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы деп кейді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Фариза Оңғарсынова. Мәтін не туралы? Мазмұнын айт. Мәтінге ат қой, мәтіндегі негізгі ойды анықта, балалар нені дұрыс істемеді, олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз. Балалар, бізге сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беруге. Мәтін не туралы дейді? Мәтін тәрбиелік, адамгершілік жайында. Және де мәтінге ат қой дейді. Мен мәтіннің атын жібі түзу бала деп қояр едім. Келесі, мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Жалпы мәтіннің негізгі ойы, балалар, бұл жерде балаларды адамгершілікке, мейірімділікке, тәрбиелікке баулу болып тұр. Өйткені жібі түзу бала болсайшы деп тұр ғой бұл жерде. Келесі, балалар нені дұрыс істемеді, олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз дейді. Балалар мысыққа жәбір көрсеткені мүлдем дұрыс болмады. Өйткені жан-жануарларды қорлауға болмайды. Біз керісінше оларды жаңағындай қорғауымыз керек біз. Келесі 53-ші жаттығу мақалдарды көркем жаз дейді. Мақалдардың мағынасын топта талқыла. Бірінші, әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Бұл жерде әдепті бала мен әдепсіз баланың айырмашылығы туралы айтып тұр. Екінші, әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы дейді. Яғни бұл жерде балалар әдепсіз, тәртібі жоқ балалардан қарағанда өсіп тұрған, яғни талдың жақсы екенін жеткізіп тұр бұл жерде, әдепсіз адамнан қарағанда. Келесі 54-ші жаттығу сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құра, құрағаның көркем мәтін екенін дәлелде дейді. Оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы, оқиғаның аяқталуы. Міне күз де келді. Айнала сап-сары. Ағаш жапырақтары сары, қоңыр, қызыл түстерге айнала бастады. Ар жақтағы бақшада атам мен інім екеуі жеміс-жидектерді жинап жүр. Күзде көптен күткен жемістер де пісті. Осы жемістерді үйге апарып, түрлі салаттар жасап, апаммен банка жаптық. Балалар, бұл жерде бұл әрине бізде көркем мәтінге жатады. Себебі оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы, аяқталуы барлығы бар. Біріншіден, және де бұл жерде біз жаңағы бейнелеп тұрмыз, яғни көркем түрде бейнелеп суреттеп тұрғандықтан бұл бізде көркем мәтінге жатады екен. Келесі 55-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Жоспар мен суреттердің көмегімен жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал дейді. Және де жоспарды толықтар. Жанды табиғаттың өлу себептері, өлі табиғатты қалай тірілтеміз, ары қарай үшінші жанды табиғатты қалай қорғаймыз. Қазіргі уақытта табиғатымыздың өліп бара жатқанына бәріміздің көзіміз куә болып жатыр. Оған себеп адамдардың қоқыс тастауы, көліктерден, зауыттардан шыққан түтіндер табиғатымызды сыйламауы. Дегенмен қанша жерден табиғатымызға зиян келген болса да, біз оны қорғауға, сақтап қалуға көмек беруіміз керекпіз. Сондықтан әркім өзінен бастағанынан дұрыс. Яғни ол жеке бас гигиенасынан басталады. Өз тазалығын сақтаған адам ешқашан айналасын ластамайды. Балалар, бүгін осымен сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.